Баршаға сәлем, бұл Миратрикс. Бүгіннен бастап прокатта Гай Ричидің «Джентльмендік емес істер министрлігі» атты жаңа фильм жүріп жатыр. Мен ол фильмді ұзақ күттім, сондықтан кинотеатрдан шыға сала сіздермен ойыммен бөліспекпін. Сондықтан жайғасыңыздар. Негізі Гай Ричи 1998 жылдан бастап фильм түсіріп жатыр, және содан бері оны британдық Тарантино деп атайтыны бар. Екеуі де 90 жылдары шыққан, екеуі де киноға даладан келді десек болады. Екеуі де жарқын постмодернистер, фильмдері де аса философиялық маңызы жоқ бандиттер туралы фарс. Дегенмен оларды салыстырып ұқсататын фильмдер болған жоқ бүгінге дейін. Өйткені «Джентльмендік емес істер министрлігі» мен «Даңсыз дүбәралардың» тіпті синопсистері бірдей. Соғыс кезінде бір топ партизандар немістерді ерекше зорлықпен қырып, соғыс тарихын өзгертеді. Гай Ричидің жаңа фильмнің оқиғасын екінші дүниежүзілік соғыстан емес, сәл жақындау жерден бастайын. Гай Ричи алғашқы фильмін шығарғанда 1998 жылы Квентин Тарантино өзінің соғыс туралы фильмін жаза бастаған еді. Оның атауы «Даңсыз дүбәралар». Ол туралы бөлек айтқан болатынмын, сілтемесін төменде қалдырам. Дүбәралар 2009 жылы шықты, тіпті Оскар алып кетті және бүгінгі шығарылым тақырыбын бастап берді. 2014 жылы Квентинді қатты құрметтейтін Гай Ричи «Анкл агенттері» деген фильмін шығарады. Онда Генри Кавилл мен Арми Хаммер түседі. Сол фильмде дүбәралардан алынған кейбір фишкаларды байқауға болады. Дегенмен оған Гайдың көңілі толмағандай. 2016 жылы Ұлыбританияда құпия сақталған құжаттарды ресми түрде жұрт назарына паш етті. Уинстон Черчиллдің соғыс кезінде құпия партизандық жеке командасы болған екен. Тіпті командаға қатысы бар Ян Флеминг өзінің әйгілі Джеймс Бондын осы команданың көшбасшысына қарап жазған екен. Әрине бұл отряд туралы бірден кітап жазылды, ол кітап Ричиге жетті, сонымен мінеки кинотеатрларымызға да бұл фильм ретінде бұл оқиға келіп жетті. Яғни фильм шынайы оқиғаға негізделген. Мен бұл фильм туралы 2021 жылы естідім және содан бері тағатсыздана күттім. Өйткені «Даңсыз дүбәралар» менің ең сүйікті фильмдерімнің бірі. Оған қоса Ричидің басқаларға ұқсамайтын британдық стилін де жақсы көрем. Ал рахаттанып жолға кірісейік. Түсірілім командасынан бастаймын. Фильм режиссері түсінгендеріңіздей Гай Ричи. Қасында Эд Уайлд деген операторы бар. Олар соңғы 2 жыл бойы бірге түсіріп келе жатыр киноларын. «Джентльмендер» сериалы мен аудармашыны түсірген кісі. Аудармашының шолуын көремдеушілерге сілтеме дайын тұр. Айтпақшы, осыдан 10 жыл бұрын Эд Уайлд Флеминг атты сериал түсірген, ал министрліктің кейіпкерлерінің бірі сол Джеймс Бондты ойлап тапқан Ян Флеминг. Сондай бір қызықты факт бар. Фильм продюсерін де жеке атаған жөн, ол Джерри Брукхаймер. Экшнді қалай түсіру керектігін білетін кісі. Армагеддон, Топ Ган Мэверик, Кариб теңізінің пираттары мен нашар жігіттер фильмдерін шығарған маман. Әрине, Ричидің кез келген фильмінің басты ерекшелігі кейіпкерлерінде және оларды сомдаған актерлер құрамы бұл жолы таңғалдырады. Және Гай жақсы танитын адамдар жиналған бұл құрамда. Анкл агенттерінен көшкен Генри Кавилл өзін жақсы қырынан көрсете білді. Қызығы, Кавилл бірнеше жыл бойы Джеймс Бондты ойнағысы келген еді. Кезінде ол Бонд үшін тым жас еді, қазір тым кәрісің деп жатыр продюсерлер. Дегенмен Генри дегеніне жетті деуге болады, өйткені ол Джеймс Бондтың прототипі болған Гас Марч Филлипсті ойнады. Өзге рөлдерді атасақ, Ричи мен «Джентльмендерде» жұмыс істеп үлгерген басқа бір Генри Голдинг та бар осында. Адам ашуынан келген Дюнаның жұлдызы Бабс Олусан Мокун деген бар. Фортуна операциясында көзге түскен Кэрри Элвесті бар. Айтпақшы, оның атасы кинода көрсетілген команданың мүшесі болған екен, шынайы өмірде. Олардан бөлек бағанағы дүбәралардан келген Тиль Швайгер бар, 11 жасар Волан-де-Мортты ойнаған Хиро Файн Стифен бар. В общем, көзді қуантатын адамдар қырғын. Ең қатты көзді қуантатын кісі ол Эйза Гонзалес шығар, осы құрамның жалғыз аруы. Арасынан Алан Ричсонды да бөлек атағым келеді. Ричард сериалдың жұлдызы, Форсажға кіріп үлгерді, сыбыстарға сенсек DC ғаламының Бэтмені болғысы келеді. Үлкен жұлдызға айнала алатын жігіт. Кей сахналардағы заманауилығы болмаса. Тісі аппақ, джинсы кеше ғана Мегадан сатып алғандай сахналары бар бұл фильмде. Айтпақшы, менің ойымша Арми Хаммер үлкен скандалға тап болмағанда осы Алан Ричсонның ойнаған рөліне ең басты үміткер сол болуы керек еді. Бірақ Армидің лезде төмен домалаған мәнсабы мүмкіндік бермеді. Ол мәнсап туралы шығарылым керек пе, керек емес пе, комментарийге жаза кетіңіздер.
тамаша. Жалпы Гай Ричидің де жеке осы фильмнің де ерекшеліктерінің бірі ол саундтрек. Композитор Кристофер Бенстед Ричидің жаңа достарының бірі. Соңғы 5 жылда екеуі 6 жобаны бірге тәмамдады. Кристофер үшін Энио Морриконе референс болғаны сезіледі. Соғыс туралы фильмді жеңіл боевикке айналдыратын музыкалық шешімдері көп, және экшн сахналарына да керемет ритм беріп тұрады. Бірінші нотасынан ақ даңсыз дүбараларға үлкен сәлем жолдайтыны естіледі кәдімгідей. Жалпы басқа фильмдерге сәлемдер өте көп бұл жерде. Касабланканың әйгілі цитатасын байқап қалдым. Оған қоса Оушенның 11 досындағы қуат сөндіру сахнасы бар. Қара нәсілді жігітпен Ричсонның жауларды Дарт Вейдердай шашатыны бар. Ал даңсыз дүбараларға сілтейтін сахналарды атау үшін бөлек шығарылым керек ау деймін. Неміс темекісі де бар ішінде, немістер мен еврейлерді жануармен теңеу де бар. Apple Yard'ты құтқару сахнасы да даңсыз дүбаралардың сахналарына ұқсайды. Бір сөзбен інісі ағасының қылықтарын өзінше қайталайтыны бар ғой. Сондай затқа ұқсайды. Бұл жерде әрине інісі Гай Ричи, ағасы Квентин Тарантино. Тіпті фильмнің соңындағы шрифттерді ұқсас. Кәдімгі мынау екі фильм бір ғаламнан алынғандай. Ал енді мақтап алдық па, кемшіліктеріне көшейік. Кемшіліктер жоқ емес. Фильмнің жартысы ары қарай не болады деген диалогтар, және тура сол диалогта айтылған заттар ары қарай болады. Мысалы, даңсыз дүбарлардың артықшылығы сода деп ойлаймын. Саған бірінші бүкіл жоспарды айтып береді, сосын ол жоспардың кездейсоқ тасталған шығып кетеді. Бұл жерде де ондай бар, бірақ бұл жерде айтылған сөздің 80% тура айтылғандай орындалады. 20%-ында ғана кішкене өзгерістер көрінеді. Көрсеңіздер түсінесіздер. Фильмнің басты кемшілігі мен үшін кейіпкерлердің ашылмағанында. Команданың өзара жақсы достасып, кәдімгі шын өмірде дос болып кеткендері сезіледі. Араларында мықты химия бар, бірақ кейіпкерлердің тереңдігі жоқ. Сол тереңдігі жоғынан оларға аса жаның ашмайды. Жаның ашмаған соң сюжетте оңай оқылатын сияқты. Гай Ричидің фильмдерінің барлығы кейіпкерлермен ерекшеленетінін ескерсек, бұл жайт қатты таңғалдырды негізі, бірақ шындық осында. Меніңше Гай Ричи «Джентльмендер» сериалында кейіпкерлерді асықпай ашуға үйреніп алды да, енді фильмнің шектеулі хронометражына симай жатқан сияқты. Тиль Швайгер сомдайтын басты антагонист те ашылмаған сияқты. Одан неге бәрі қорқатыны белгісіз. Оны тіпті нацистерден асқан зұлымдық деп атайды, бірақ ол зұлымдықтың бірде-бір дәлелін көрген жоқпын мен фильмде. Жалпы фильмдерде немістер шашылып өлетін ет тәрізді кәдімгідей. Қайттан Тарантиномен салыстырсақ, оның көрсетілген әр нацисті басты кейіпкерлерден асып түсетін зұлымдық негізі. Тарантиноның да кейбір кейіпкерлері ашылмайды әрине, бірақ оларды екі реттен көп көрсетпейді де. Екі реттен көбірек көрсетілетін кейіпкерлердің барлығының жол жөнекей ма, фильмнің басында ма, әйтеуір өзінің бір экспозициясы бар. Бұл жерде ондай зат жоқ. Сондықтан сен кейіпкерлерге жаның ашмайды. Содан болар алғашқы уикендте ақш прокатында бұл фильм $8 миллион жинады. Ол дегеніміз өте нашар көрсеткіш. Фильмнің соңында оқиғаның жалғасы барына бір намек тасталатынын ескерсек, Анкл агенттерінің оқиғасы еске түседі. Ол фильмде министрлікке тон бойынша ұқсас. Ол да сондай комедия. Жалғасы да шығатындай көрінді, бірақ прокаттан құлағаннан соң жалғасынан бас тартты кәдімгідей. Бірақ Билл Ричидің ондай бар екенін сезген студия фильм шықпай тұрып, оны бүкіл стримингтерге сатып үлгерді. Кім білет, бұл жайт жағдайды құтқарып та қалар. Айтпақшы, Ресейде министрлікке прокат куәлігін бермепті. Өйткені олардың соғыс тақырыбында өз фильмдері шығайын деп жатыр. Тура сол күні бүгін. Сондықтан еркін кинотеатрларға барып, фильмді көріп, сосын осы бейненің астына менімен талқыға кірсеңіздер болады. Осымен мен айтарым бітті. Келесі көріскенше сау саламат.